қайдан оқимыз, кімнен жетілеміз, балалар бізге не көрсетеді, біз балаларға не көрсетеміз. Міне әңгіме өте көп. Ол үшін қалай өмір сүру керек? Осы туралы көп айтайын деп едім. Негізі қартаюды кім білмейді? Қазақтың қарттары өте дана ғой дейді ғой. Енді ол тарих өшіріп тастамайды ғой. Біздің қазақтың әрбір қариялары философ, әрбір қариялары ақылшы, бәрін біледі. Но дегенменен қазір жаңа заманда бізге кішкене жаңалық керек, жаңаша қартаю керек. Сол енді жаңаша қартаю деген қалай? Өзімізде өзгеруіміз керек. Өзгеруді адам өзінен бастау керек дейді. Біз әдемі сөйлеуіміз керек. Жаңаша, ғылыми, әдеби тілмен сөйлеп, жаңаша жүріп, жаңаша техникаларды біліп деген сияқты. Ал оның бәрін қалай білу керек? Қалай қартаю керек? Міне әңгіме қайда? Бізде жағдай бар ма солай қартаюға? Мен осының барлығын жазып жүрмін ақырын. Күнде сондай бірдемелерді айтып отырсам, біреу болмаса біреуінің құлағына жетер, сосын айтарымды айтып үлгерермін деп ойлаймын. Болды ма? Бүгінше? Бола берсін.